байқағаным вообще Қазақстанда қанша спортсмендер әйгілі болды, жазушылар, үлкен адамдар бәрі мына ауылдан жерден шыққан да. Бірінші үйіңіз сонда мынау үй ғой, сақ моншасы өте сондай бір популярный да. Саламатсыздар ма достар? Бүгін сіздерді бір ерекше сұхбатпен таныстырмақпын. Осы демалыс базасының иесі Сәкен мырзамен әңгімелесіп, оның өмір жолы туралы, еңбегі және осы керемет орынның тарихы жайлы қызықты әңгіме өрбіттік. Тамашалаңыздар. Олжеке, ассалаумағалейкум. Саламатсыз. Сізді мінекей 3 күннен бері қонақ болып, танысып, білісіп жатырмыз. Бір туыстар болып кеттік енді. Осы мынау қонақжайыңыздың көңіліңіз бізге сонда ұнап қалды. Біз өзі Астана, Көкшетаудан 8-9 кісі келіп қонақтап жатырмыз. Өзіңіздің демалыс орныңызда. Өзіңізді таныстырып кетсеңіз? Рахмет Сәке. Біз енді біріншіден сіздермен кездескеніме, танысқаныма қуаныштымын. Осындай жарқын ақкөңіл жігіттер Қазақстанның жерін сондай жүзуге қарап үлкен. Мен жалпы біз өзіміз Алматыдан, Қаскелең ауданынан боламыз. Сол жерде кезінде партия қызметінде сол жауапшылық басқарғанмын. Содан осы жақта бір құдалықпен бір келіп, бір жұмыстармен осы жерге келгенбіз. Көп баламыз үйленіп осы жерде құда болды, осы Қатонқарағай ауданында. Сонда келгенде бірінші мен соған ұнағаным, мына керемет табиғат, Қазақстанның жерінің сонша керемет екенін мен осы жерде ерекше сезіндім да. Содан бастап мен жүрегіме сондай келді. Осы жерде Қазақстан халқына көрсету да, сол үшін біз осы жерге база салуға кірістік. Шын айтқанда біз ешқандай стан көмек болып жоқ, өзіміздің семейный бюджеттен бастап бір жүй салдық, содан кейін қосымша үйлер салынды, қазіргі де почти сол бір бірінші үйіңіз сонда мынау үй ғой, басында өзіміз тұрамыз деп ойладық, бірақ кейін адамдар келіп сұрай бастады, осы жерге тұруға бола ма деп. Соны осы үйді бердік, адамдарға арендаға. Содан қазір енді где-то бір 40-50 адамға сиятын орын дайындап қойдық. Келіп жатыр туристер, адамдар келіп, сұраныстар көп, жақсы сұрайды. Табиғат Қазақстанның сондай көркем жерін келіп, біздің өзіміз елімізде көптер осы Қатонқарағай көрмеген, соны көріп өшірде сондай ризашылықпен келіп, қуанышты келіп кетіп жатыр. Сөйтіп сол ақырында бірімізге айтып, сол тарай бастады, сол таныстарымыз келе бастады. Сөйтіп осы жерде адамдар қақырап келіп жатыр. Біз енді сондай үлкен бір реклама бермейміз, бірақ просто таныс адамдар арқылы бір-біріне айту арқылы сөйтіп сол танып, танысып, сол келіп жатыр адамдар. Негізгі біздің бағытымыз осы жердегі табиғатты көрсету, осы табиғатқа деген адамның табиғатпен деген қарым-қатынасы қаншалықты тығыз болатынын, адам қалада тұрған кезде бәрібір табиғатты әр адамның жүрегі аңсайды. Біз соны байқадық, соның ортамына Сәкенге де қазір айтып отырмын, бұл кісінің осы қаладағы қазақтарға сондай қазақтың жерін көрсету екен, мен бұл кісіге өте ризамын. Өйткені қандай любой адам болса да қалада тұрғанда бәрібір ішкі дүниесінде аңсайды өзінің жерден шыққан. Адам жермен өте тығыз байланысты. Қалада күншікір айтамын, асфальт, суета, жерден кішкене алыстап болған кейін адамда қиыншылық болады, депрессия болатын, содан ауру қиналатын, содан табиғат жер адамды сондай қайта жүрегін кеңейтіп, жүрегіне тыныштық беріп, жер адамға қатты жақсы әсер ететін. Мынау сондықтан мына Сәкенге де соны ризамын, осындай қаланың қазақтары деп, сол қазақтар асфальт түскен балаларды қайтадан қазақтың өзіміздің табиғатқа бауып жатыр екен, үлкен нәрсе да. Қазақтың қан тамған жеріне дейсіз. Қазақтың қан тамған жеріне. Сондықтан бұл кісінің шартының өзі маған ұнады, қаладағы қазақтар деп. Шын айтқанда өзінің туған жерін осындай жерде, осындай табиғатты қаладағы қазақтар больше аңсайды, көбірек аңсайды, чем мында тұрып жатқандар қандай. Адам жерде тұрып жүрген кейін үйреніп кетеді, кажется, бұл жай бір ерекше емес, жай жер сияқты қойып. Бірақ шын айтқанда мына Қатонқарағайдың жері бұл ерекше бір сондай Алла тағаланың сондай бір мейірімен жаратқан жері, адамдағы сондай өзінің табиғатын көрсетіп тұрған. Соған қарап біз Құдаймен тығыз қарым-қатынаста болып, адамның Алла тағаланың табиғатын сезіп, бір-біріне деген мейірім
өткенден өшіп келген адамдардың бәрі сондай қуанышпен келіп кетеді. Біз олардың әрқайсысына сол шын жүрегімізбен қарсы аламыз. Семьямызбен сол жерге мына қазақ үй құрдық. Осы жерге бірінші рет келгенде осы туристпен айналысып жатқан кісілермен айналысып солармен сөйлестім алдында. Сол кісілермен сұхбаттасып қалай екен бұл жерде деп. Бұлардың жаңа келген адамдардың ой пікірлерін, отзывтарын оқыдым, қалай деген. Олар бәрі осы табиғатты сондай керемет, сол келген жерде бәрі ризашылық білдіріп, сондай лебіздерін білдіріпті да, бірақ бәрін оқысам ар жағында бір деген, бірақ деген, но деген бірне бар екен. Біз бәрін көрдік, бәрі жақсы үйлер, табиғат, бірақ біз бір нәрсені сұра қаладық. Өйткені біз Қазақстанға келдік, біз қазақтың дәстүрін көргіміз келеді деп. Сондықтан біз осы жерге келгенде бірінші сол қазақтың үйінен, қазақ үйден бастадық. Өйткені қазақ үй ол біздің ата-бабамыздың, қазақ халқының тұрған, мекені тұрған үйі, ол өте керемет бір өзінің бір керемет өзінің бір құпиясы бар. Шын айтқанда әрбір адам қазақ үйдің ішіне кіргенде сол бір аураға түседі, ол өте керемет. Сондықтан бірінші біз қазақ үйді таудың бөктеріне қойып, Қатон-Қарағайдың бағдарламасын бәрін көретіндей сондай жасап, соған келген адамдар ақаттан бұл үлкен кісілер келді, жазушы кісілер келді, атқамінер кісілер келді, бәрі осы жерге келіп рахатын көріп жатыр. Содан біз енді ары қарай даму арқылы мына атамекен бизнес арқылы біз осы соңғы кезде этноауыл аштық. Осы жерде қазір панорамный окнасымен, панорамный терезесімен 4 юрта қойдық қазақ үйі. Оны қазір біз соны дайындап жатырмыз. Осы жақында ашсақ деген ниет бар. Ол жерге жаңағы негізі жататын орын қойып қойдық, где-то 16 адам сиятын орын дайындап қойдық. Дайындап жатырмыз. Соны жақында ашамыз. Сол жерге келіп адамдар сол жаңағы қазақ үйдің үстіне жатып, сөйде сол жермен жақын болып тауға қарай назар аударып, таумен болып біздің ата-бабамыздың қалай қазақ үйдің ішінде қалай тұрғанын сезсін деген ниетпен біз сондай жасап жатырмыз. Қашына жақсы болатын жақсы құрып жатырмыз. Сол жаңағы қазақ үйде адамдар қалай жатуы, сөйде ұлттық тамақ беру ойымыз бар. Соңғы мына жер сақ елінің жері, сақтар бастаған жер. Сондықтан қазір біз Қазақстанда сақ моншасы өте сондай бір популярны да. Сондықтан біз де соны сезіп, енді бірақ негізінде сақсыз бар, енді сақтың жерінде болу керек деп. Сондықтан соған дайындалып жатырмыз. Үшін сақ банясын өзеннің қасында ашпақшымыз. Суға түсетіндей, сол жерде жаңағы сақсыз баня болған. Соған дайындап жатырмыз. Құдай қаласа оны да ашамыз. Сонымен жаңағы қазақ үй қасында сақсыз баня, ұлттық тағам арқылы сол өзіміздің халқымыздың негізі табиғатын, халқымыздың дәстүрін көтермекшіміз да. Өйткені Қатон-Қарағай бұл Қазақстанның сондай бір керемет дамыған, сондай бір керемет табиғатының аялы орны. Соны біз ұлтымыздың, қазақтың атын көтеріп осы Қазақстанда Қатон-Қарағайдың бұл Қазақстан тазы деген ниетпен. Сондықтан біз Сәкеңмен кездесіп, Сәкең осында чаты бар мен қуандым. Бұл кісі осындай Қазақстанға, сол қаладағы қазақтарға осы қазақ халқының дәстүрін көп айтып жүрген. Соған сәйкес біз бүгін осы сол сұхбатымыз соны айтып жатырмын. Бұл кісінің еңбегіне жеміс тілеймін. Осы деген еңбегі өсе берсін. Сөйтіп қазақ халқына осы ауылдағы осы қазақтың жерін насихаттап, оларға жерге жақын болсын. Өйткені жермен тақыс болған адамдар олар тез дамиды. Мен өзім байқағаным вообще Қазақстанда қанша спортсмендер әйгілі болды, жазушылар, үлкен адамдар бәрі мына ауылдан жерден шыққан да. Өйткені бұл аталған табиғат солай екен, адам асфальтта өскен кезде бәрібір қалай іштегі талант бәрі жауып қалады екен да. Жермен байланысы болмай қалады. Жермен байланысы болмай қалады да. Ал мына жерге жақындаған сайын адам ішіндегі атаға салынған дарылар, табиғат ашыла бастайды екен. Сөйтіп адамға шабыт келеді. Осы жерде мен мына Тарбағатайдың тауының қасында бізге қонақ келген адамдардың бірі бұл жерде шабыт асып кетіп поэма жыр жазып жүргенін көрдім де, ойламаған жерінде қалып кетті. Өйткені адамға шабыт келеді екен. Даже кесе осы жерде Ержан деген баламыз әлем чемпионы күрестен сол келіп куәлік берді. Осы жерге бір жолдасын алып келген екен Қырғызстаннан. Сол келіп осы жерде қонып, содан сондай шабыт алған соң сол келешегінде олимпийский чемпион болып кетті дейді. Соған қарағанда осы жерде сондай бір шабыт беретін, сондай күш қуат беретін, халқымыздың сондай көтеретін жақсы жер екен де. Соған енді бұл біздің сол жерде келген адамдарға сондай құрмет көрсетіп, оларды сол халқымыздың жерін сүюге, үйретуге атсалысып жатырмыз. Сәкең сондай жасаған қызметте біз де ризамыз. Бәрекелді. Сәке, мынау осы жергілікті жердің аты қалай деп атадыңыз? Бұл жердің аты жеріне бұрыннан вообще
водопад су ағымы дейді, мына жерде су сарқырама бар. Өйткені мына ағып жатқан өзен, ана жерде Бұқтыма өзенінің қиылысқан жерде мына біздің сол жерде сарқырама ағылады. Сол жерге жергілікті халықтың жастары жаңағы мектеп аяқтағанда бір сондай той жасағанда бәрі сол жаңағы сарқырамаға келеді. Өткен сөйт отырады, сол жерде кішкене отырып демалады, сондай орын болған. Соған келеді. Біз енді мына жерде алып біздің жеріміз болғанмен, бірақ біз енді жергілікті халыққа тыйым салмаймыз, олар келіп өздері сол жерге демалып отырады. Біз де оларды қолдаймыз, өйткені жергілікті әкіматпен тығыз қарым-қатынасымыз, ол кісілер де бізге сондай кеңес беріп тұрады. Сондықтан келген адамдар сол жерде келіп демалады, халық сондай дайын табиғатына рахат алып жатыр. Сіздің демалыс орныңыздың ресми аты қалай деп аталады? Демалыс орнының ресми аты бұл жерде ранчо деп атадық, өйткені ол ранчо деп енді басымызда бастағанбыз, өйткені менің ұлым өзі Испанияда нефтяной компаниясында істейді. Сол жақтан бастаған, сондықтан кейін ол жақтан бастаған, солар маған сол тілек қойды, аға апайымды ранчо деп қояйық деп. Олармен келістік ранчо деп. Негізінен бұл жерде Арман Нұр-Тұр деп атағанбыз. Басында, басында солай өйткені Нұр-Тұр болып тұрған жер туризм келеді, адамдар келеді. Сондықтан адамдар туристке келген адамдар уже келіп рахаттанып, мына жердің 50 километр жерде Рахман қайнар бар, соған барады. Мына жерде австрийский жол бар ба, знаменитый, сол жерге барады. Сонда жақта Қаракөл деген Язви озеро бар, сол жерге барады. Мына жерде осы жердің бәрі сондай. Мына жерде Берел қорғаны бар, ол жерде бүткіл республиканский үлкен музей бар. Бұл сақтардың, бұндардың шыққан тегі туралы атабам түркілес халықтың түріктің негізі алтын бесігі ғой, Алтай. Осы жерден шыққан, сол жерден шығып, сол Мысырға дейін барған ғой. Сол жерден шыққан тегін жерде музей бар. Сол музейге алып барамыз, адамдарды көреді, жастар барып көреді. Мысалы өткенде біз келдік, біздің немерелеріміз, балаларымыз оған көрсеттік. Олар ана мектепте оқиды екен, сақ, ғылымды, бірақ көрмеген ғылымды да. Соған мен немерелерімді апарып көрсеттім, міне сенің оқыған тарихыңды, мынау, міне сақ деген, осы міне ғылымдар жерден шыққан деп, ол немерем сондай қуанып, ертең мектепті мен көріп біреу айтам деп кетті да, қуанып жатыр. Сондықтан алған сабағы практически жалғасып жатыр. Негізінен енді жалпы бұл жерде Лаудан өзі сондай қазір дамып жатыр. Мына жақтан Ресеймен шекара ашылып, бұл жерден туристер келіп жатыр. Мына жақтан аэропорт жақында бітеді Катонда, осы жерде 50 километр жерде. Соған енді туристер келеді. Негізінен біз мақсатымыз сол сырттан келген, Қытайдан, Моңғолиядан, шетелден келген, Алматы, Астанадан келген туристерге, халқымызға, соларға осы жердің Құдайдың берген табиғатын, Қазақстанын көрсетпекшіміз қандай жақсы. Соған біз жағдай тұрып, өзіміздің шығамыз келгенше сондай үйлер салып, монша жасап, қазір енді сондай бір пантеондар істік деген ниет бар. Бұл жерде марал ұстау деген сондай ниеттер бар негізінен. Сондай бұл жерде марал өйткені бұл жаққа барып келгенде сол марал пантықтан шомылуды талап қылатын, қалай жүректерінде. Өйткені Катон десе бәрі сол пантық туралы айтады. Біз соған сәйкес қазір контейнер алып келіп, соған жаңағы паналар жасамақшымыз, сондай ниетіміз бар. Катон Қарағай дегенде Рахман қайнары еске түседі, марал деген марал деген еске түседі ғой. Негізгі осы, бал, біз мысалы неміз жаңағы пасекамыз бар, бал алып тұрамыз, бал бар, өзіміз бие байлаймыз, қымыз, саумал, бұл жерде мына жерде да именно сол ұлттық тағам береміз, сондай бешбармақ жаңағы сондай өзіміздің жаңағы ұлттық тағамымызды көруге келген адамдар. Сол сырттан келген қазір шетелден келді, мысалы қазір ғана мен интервью беріп отырмын, ана жерде менің үйде немістер келіпті, шай ішіп отыр біздің. Олар да келіп жүрді, соны көргісі келеді, қандай екен деп. Так что келген адамдардың бәріне біз сол қонақжайлық көрсетіп, Қазақстанның табиғаты мен жүректеріне соны жақсы ниет қалсын деген оймен қызмет атқарып жатырмыз. Жақсы. Ал енді осы демалыс орны қай жерде орналасқан? Катон Қарағай ауданы, бұл енді Өскемен қаласынан Шығыс Қазақстан облысының облыс орталығынан бұл жерде 400 километр жерде орналасқан, Рахман қайнарына қарай. Мына жақтан таудың ар жағы шекара, Қытай. Бұл жалпы қалсақ бұл жағынан Қазақстанның ең қиыр шығысы ғой, ар жағымызда 17 километр жағында Қытай, мына шетінде Россия, Белухаға қарай жол. Бұл ең шығысы, Қазақстан ең шетті шығысы. Осы жер сонда Өскемен Рахман қайнарына баратын жол где-то 500 болса, соның 400 километр, 450 километр біз орналасқанбыз осы жерде. Сол жолдың бойында, мына трассаның бірақ жол өзі,
мына жүріп жатқан жол Өскемен Рахман Қайнар деген жолдың бойындамыз. Барлық осы жаңағы туристер бар осы жерден өтеді. Бұл жерге келеді, сол арнайы күндер сол келіп осы жерде өтке түседі, демалады, сондай табиғатты көріп, тамашалайды. Сондай мақсатпен осы базаны құрғанбыз, сол енді адамдар келіп жатыр. Біз де ризамыз, сол адамдар келіп осы жерде қазақтың жерін көріп, соған жақсылық білдіріп, көптер жаңағы интернет қазір бәрі дамыған, келіп суретке түсіп, инстаграмға, ютубқа салады. Өйтіп, атамның жерінің аты даңқы дамып жатыр, тарап жатыр бүткіл әлемге. Осы кәсіпті нешінші жылы бастадыңыз? Бұл кәсіпті мен бұл жерге бірінші рет біз 16 жыл келгенбіз, 10 жыл бұрын. Сол где-то сол 17-18 жылдан бастадық қой, ақылдап. Бірінші мына жерге палата құрдық, осы жерге палата құрдық, ешнәрсе болмаған бір палата құрып, сол жатып бастап, содан кейін мына үйді бастадық. Сол ақырында мына панель үйлер бастадық, 4 адамдық әрқайсысында. Содан кейін мына жерде 4 адамдық үй бастадық, қазір енді етін ауыл деп 4 үй құрдық, соған 4 адам, 6 адам орын дайындалады. Жалпы сол 40-50 адамға дайын болып жатыр. Басынан сол бір үйден бастағанбыз, ішінде бір 10 адам сияқты. Басында біз өзіміз тұрамыз деп ойлағанбыз, бірақ туристер келіп сол спрос көбейгеннен кейін біз ана бұрын малшылар тұрған үй бар, соған қарай көштік те мына қасымызда. Мынаған сол туристерге бере бастадық. Олар келіп жаңағы осы жерге демалады, ол жаңағы Рахманға барады, содан келіп жүреді. Бұл жерге мына Рахманның жолында болғаннан кейін Рахманға кетіп бара жатқанда бізге демалады, қайтып бара жатқанда жерге. Біз арқылы өтеді. Сол жерге келіп сол демалып, суретке түсіп, видеоға снимать етіп, сол жерде қазақтың тағамдарын танытып, саумал, қымыз ішіп, сондай рахаттанып қайтады. Естерін көптердің кейін отзывтарын көрсек, бәрі риза, сондай қонады. Тем более қазір енді мен естуімше Астанадағы кісілер келді, олардың айтуынша бұрын бәріміз Дубайға барды деп мақтанып енді Қатам қарағаймен мақтанатын болдық. Поэтому бұрын Дубайға барған адам бармаған болса, енді Қатам қараға бармаған адам қараңғы сияқты көріп отыр. Поэтому барлығы бүгін особенно үлкен атқамінерлер қазір бірінші Қатамға келіп демалысы келеді. Енді айтатыным, мынау көрермендерге айтатыным, кім Қатам қарағайды көрмеді, ол Қазақстанды көрген жоқ. Осы жердің қымызын ішіп көрдік, балдай, бал татиды, жұмсақ, кәдімгі балмен қосқандай болады. Сондай бір көрініс, керемет, өте жақсы. Енді сіздің бір үйден бастадыңыз, енді идеяңыз бұлай ары қарай өсіп жатыр. Мына жердің бәрін енді ойымыз осы мына үйлердің бәрін қалпына келтіріп, қысқа қарай жаңадан модуль салып жатырмыз. Заманауи. Енді кейін кішкене дамығаннан ойымыз мына таудың бәрін қоршап осы жерге марал жіберсек деген ниет бар. Панты өзіміз панты жасақ деген ниет бар. Сол жоспарларымыз бар. Енді оған бәрі қазір бола қойған жоқ, бірақ жалпы сондай ниет бар. Жалпы енді бұл осы жер енді бұл өте ыңғайлы. Мына жағы речка, ана жағы бұқтырма, ортада локальный жақтан саташасы келмейді. Водопад қиналымдар келіп тұрады. Сол біз осы жерде сондай табиғатта рахаттанып, Құдайға Алла тағала ризасы болуын біз батырмыз. Сәке, көптен көп рахмет. Рахмет айтқан. Істеріңіз, мынау істеп жатқан қызметіңіз аса берсін, халықтан батала беріңіздер. Істеріңіз алға басып, еңбектеріңіз табысты болсын. Өздеріңіз денсаулығыңыз мықты болып, енді идеяларыңыздың бәрін іске асыруға тырысасыз. Іске асады деп ойлаймын. Рахмет. Қатам қараға келіңіздер, демалыңыздар. Әрине. Рахаттанып көріңіздер осындай жерге. Көп адамдар Қатамның осындай бар екендігін білмейді. Өйткені бұрын туралы айтылмаған, қазір енді Сәкен сияқты кісілер жақсы дамып көрсетіп жатыр, біз оған ризамыз. Солай енді. Особенно мына кісінің шатмаған ұнайды. Қазақстанда қаладағы қазақтар, қаланың қазағы. Енді ауылдың жерді көруге келіңдер. Біз жаспен күтеміз сіздер. Енді ауылдың қазағы аздау болып тұр да, қазір қазақтың көбі қалада ғой. Сондықтан енді мынау өзімізге қайдан оралу керек өзіміздің жерге. Особенно жастарға, мына балалардың немерелеріңізге, балаларға өте жерге алып келсеңіз, бұл өте үлкен нәрсе. Енді үлкен нәрселерін біз үйреніп кеттік қой. Жаңа кішкене жас балаларға көбірек жерге келсе, олар ертең үлкен ғалым, үлкен спортсмен шығады. Солай. Керемет. Жақсы рахмет. Жақсы рахмет. Сізге де рахмет.